Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен таңғы асқа оңай және тез дайындалатын таңғы астың идеясымен бөлісетін боламын. Алдымен айранымызға жарты қасық ас содасын қосып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттың ішінде айранымыздың бетіне көпіршіктер пайда болған. Енді оған 3 ас қасық қантымызды, 1 жұмыртқамызды және де 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Каналымда әртүрлі үй асханасының дәмді тамақтарымен бөлісетін рецепттерім өте көп. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып салып, түйіршіктер қалмағанынша жақсылап араластырып шығамыз. Қамырым міне біркелкі болды, бір массаға келтіріп алдық, ешқандай түйіршік жоқ. Енді алдын ала қызып тұрған пеште табамызға баяу отта пісіріп аламыз. Міне біздің таңғы асымыз кереметтей көтеріліп пісіп жатыр. Беті толықтай қатқаннан кейін екінші жағына аударасыздар. Сол кезде ортасы толық піседі. Міне таңғы асымыз дайын болды. Мұны енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қаймақпен, тосаппен ұсынуға болады. Үйде жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Өте дәмді әрі оңай. Барлықтарыңызға ас болсын.